Сенің тоғызтастысы қайда ғой? Барлық білмеді түгел. Бүгінгі сабақты бастамастан бұрын өзімізге жақсы көңіл күй сыйлау мақсатында таңғы тілек тілейміз. Айқын тек күнің жақсы болсын. Әркеп күнмен жүзгім кетпесін. Рахмет. Мен саған тек жақсы тілеймін. Айқын саған өмірдегі жақсы күн ұзақ болсын. Айсажан өмірде бар жақсылық тілеймін. Жомарт, мен саған тек бақыт тілеймін. Айбол, өмір жасың ұзақ болсын. Рахмет. Ислам, мен саған тек бақыт тілеймін. Апай, мен сізге тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет. Өткен тақырып бойынша кішігірім ойын ойнаймыз. Алдыларында тұрған штрих-код арқылы тест сұрақтарына жауап береміз. Бірінші тест сұрағына жауап бергеннен кейін, ал енді екіншісіне көше бастаймыз. Үшінші сұраққа жауап береміз. Төртінші сұраққа жауап береміз. Енді соңғы бесінші сұраққа жауап береміз. Жауаптарды тексеру барысында кім дұрыс жауап берді, соны тексереміз.
көтермелі қамыр тақырыбын қайталай отырып, сабақты толығымен түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша құрамында ұн, жұмыртқа, крахмал, эссенция, қант қосылған қандай қамыр деп ойлайсыңдар? Мұхтар? Бисквит қамыры. Дұрыс айтасың. Бүгінгі біздің жаңа тақырып бисквит қамырынан дайындалған капкейк және опипай пирожное. Бисквит қамырына негізгі түсінік. Бисквит қамырының негізі жұмыртқа болып табылады. Жоғарғы сортты, әрине міндетті түрде жоғарғы сортты ұн пайдаланылады. Бисквит қамыры картоп және бидай ұнының қоспасынан әзірлеуге болады. Бірақ картоп оны бисквитті құрғатып жібереді. Сондықтан міндетті түрде біз бидай ұнын пайдаланамыз. Қант ұнтағын пайдаланбаған жөн, өйткені ол қамырды сұйылтып жібереді және оған ұсақ құмшекер қосқанымыз дұрыс. Хош иісті етіп дәмін келтіру үшін қамырға лимон шырыны және седра қосуға болады. Ал шоколадты пирожное дайындау барысында әзірленгенде какао оның міндетті түрде қосамыз. Қамырына кететін негізгі шығын ұн 150 грамм, сары май 90 грамм, қант 200 грамм, ванилин 1 шымшым, тұз 1 шымшым, пісіру ұнтағы 1 шай қасық, жұмыртқа 2 дана, сүт 90 мл және де кремге кететін маскарпоне ол 450 граммды құрауы керек. Сіздер презентацияда көріп отырғандарыңыздай жұмыс барысы көрсетілген. Негізі бисквит қамырының негізі жұмыртқа болып табылады және жоғарғы сортты ұн міндетті түрде пайдаланылады. Хош иісті етіп дәмін келтіру үшін қамырға лимон шырыны және седра қосылады. Бисквит қамырының негізі жұмыртқа және де жоғарғы сортты ұн пайдаланылады. Бисквитті даярлауға кіріспестен бұрын оны пісіретін қалып әзірлеу керек. Егер өрнеуі алынбаған арнаулы қалып болмаса, оның орнына қаңылтыр таңба, аласа алюминий кастрюль пайдалануға болады. Қант пен сары майды біртіндеп бір қалыпты масса қалыптасқанға дейін бұлғаймыз. Жұмыртқа мен қантты араластыра отырып, ақырындап жай қозғалыспен бұлғай отырып айранды қосамыз. Сары тұз бен қант жақсы ерітілгеннен кейін алған массаны ұнға араластырып, одан соң мұқият араластыра отырып, көпіршіктенген ақуыз қосамыз. Дайын болған массаны бірден қалыпқа құямыз да пісіру үшін сол ойда пешке салуымыз керек. Өйткені қалыптасқан масса өзінің қалыпты түрін жоғалтып жібереді. Дайын болған өнімімізді өзімізге керекті формаларды қалыптастыра отырып, пергамент қағазын қойып және де дайын болған массамызды біртіндеп қалыпқа сала бастаймыз. Дайын массаны қалыптарға құйып аламыз. 200 градустан аспайтын тұрақты температура жағдайында пісіру керек. Егер пештің температурасы анықтау мүмкін болмаса, онда қалыптың бетін дымқыл қағазбен және де бисквиттің тимейтіндей етіп жабасыздарда 10 минуттан кейін піскенін тексереміз. Бисквит салған қалыпты әділ піскенше қозғауға болмайды. Оны қалай пісіп жатқанын, оны отқа қойғаннан кейін 30 минут өткеннен соң қалып тұрған торды немесе қаңылтыр табаны жаңа қойған ептеп қарап тексеруімізге болады. Қалыптарға салынып піскен дайын өнімді сол аралықта пештен алғаннан кейін оны міндетті түрде суын күтеміз. Сол аралықта суу процесі болып жатқаннан кейін кремін міндетті түрде әзірлеп бастаймыз. Негізі кремді бұйымдар, кондитерлік бұйымдарды дайындалған кезде санитарлық ережелерді қатаң қадағалауымыз керек. Себебі олар микроорганизмдердің, соның ішінде патогенді, әсіресе стафилококктардың дамуы үшін қолайлы орта болып табылады. Өйткені ода сендерде білетіндей жұмыртқаның ағы белок бар. Көбінесе санитарлық жағынан кремді өнімдер қауіпті. Әсіресе құрамында қантты, ылғалды жұмыртқасы бар қайнатылған кремдер. Кремдер мен кондитерлік өнімдерді дайындау үшін
тек пастеленген сүт пен кірегей қолданылады. Крем тез бұзылатын өнім болғандықтан кәсіпорында суыту камералары міндетті түрде болуы керек. Ол толығымен суыту камераларында болу керек. Сондықтан кілегейлі кремнің жіберілу мерзімі 36 сағаттан аспауы керек. Пирожнилар мен қайнатылған кремдердің жіберілу мерзімі 6 сағаттан аспауы керек. Кремді бұйымдар дайындалған кезден бастап кәсіпорында 3 сағаттан көп уақыт сақталмайды. Егер 3 сағаттан көп уақыт сақталып қалған жағдайда, ол өзінің массасын белгілі бір қалыптасқан кремді қалташаларға құйып, міндетті түрде пайдалануға жіберуіміз керек. Білімгерлер, бүгін біз бисквит қамырының құрамы мен жасалу жолдары туралы көп мағлұмат алдық деп ойлаймын. Өзіміздің ойымыздағыдай креммен және де пісіп тұрған суытылған өнімімізді алып, өз ойымызбен оны әсемдеп және әрлеуіміз керек. Бүгінгі тақырып сендерге түсінікті деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ қаншалықты түсінікті болғанын мен түсіну үшін алдарында тұрған штрих-код арқылы тест сұрақтарына жауап береміз. Ал енді балалар, тест сұрақтарына жауап береміз. Тұрған штрих-кодты жоғары көрсетіп, маған қарай қаратамыз. Белалова, Айсай жауап берді. Нұржыма, Абдулбай, Нұрғали, Юнусова, Утаганова, Балдынова және Мұқаділ. Анет. Кодты түсіреміз. Ал енді балалар, келесі тест сұрағына жауап беруді бастаймыз. Утаганова, Мұқаділ. Анет, жоғары көтерейік. Кім дұрыс жауап берді? Соны тексеру барысында мен қорытындыны басамын. Абдулбай дұрыс жауап берді, Балдынова дұрыс емес, Нұржыма, Юнусова, Айсаев, Белалова дұрыс емес жауап берді және Нұрғали, Аният, Мұқаділ, Утаганна дұрыс емес жауап берді. Келесі тест сұрағын бастаймыз. Бисквит қамырынан қосатын бидай ұнының ылғалдылық мөлшері. Қолдарыңызда тұрған штрих-кодты көтеріп, маған қарай көрсетіп жіберіңіздер. Бүгінгі жаңа тақырып түсінікті болса, жұмыс орнымызға барамыз. Білімгерлер, бүгінгі біздің өндірістік оқыту сабағының тақырыбы бисквит қамырынан дайындалған капкейк және упипай пирожные. Сабақ басталмастан бұрын біз механикалық және жылу жабдықтарымен жұмыс жүргіземіз, сондықтан техникалық қауіпсіздік сақтауымыз керек және жеке бас гигиенасын міндетті түрде қадағалауымыз керек. Бүгінгі біздің тақырыбымызға сай негізгі бисквит қамырына кететін өнімдерді дайындап аламыз. Бізге ең басты қажетті сары май, 100 грамм сары май, қант 100 грамм, айран 50 грамм, 150 грамм, ванильді қант, не болмаса ванилиннің өзін қолдана береміз, және де міндетті түрде қопсытқыш қосуымыз керекпіз.
Екінші тақырыбымызға байланысты біз міндетті түрде упипай пирожныйына какао қосамыз. Ол оның құрамына сәйкес 25 граммен қалыптасуы керек. Және де бізге 2 дана жұмыртқа керек. Ең негізгі қажетті өнімімізге керекті зат ол пирожныйдың кремі болып табылады. Бізге пирожныйдың креміне випак кремі дайын өнім, және де оған қосылатын творожный сыр 120 грамм, және де сахарный пудра міндетті түрде қосуымыз керек. Және де оған қажетті бізге арнайы мешочекті, және мешочекқа сәйкес 336 номердегі жабық жұлдызша деп аталатын насадкамыз міндетті түрде керек болады. Бізге осы капкейкімізге дайын тұрған осындай ыдыстарды алып дайындап қоямыз, және де упипай пирожныйында міндетті түрде осындай пергамент қағазында жасалынған қалыпты қағаз ыдыстар міндетті түрде қажет. Технологиялық картаны пайдалана отырып, дайын өнімімізді жасауды бастаймыз. Шұңқыр табақшамызды алып, бөлме температурасында тұрған дайын өнімдерімізді алып, технологиялық картада көрсетілген салмағына сәйкес пайдаланамыз. Белгілі масса қалыптасып қалғаннан кейін жұмыртқамызды жағып саламыз.
алғанша міндетті түрде улаймыз. Өзімізге керекті мастаны алып алғаннан кейін қалыптарға салуды бастаймыз. Дайын болған мастамызды дайын қалыптарға құйып, пешке салуға дайындаймыз. Қалыптарға құйылған дайын өнімімізді пешке салмастан бұрын 160-180 градуста қыздырып дайындап қоямыз да 20-25 минут піштің есігін алғашқы 10 минутта ашуға болмайды. Егер ашқан жағдайда бізде дайын болған массамыз отырып қалып және де көтерілмей қалуы мүмкін. Өніміміз дайын болғанша кремімізді әзірлеуді бастаймыз. Дайын болған өнімімізді көріп отырғандарыңдай жұмыс барысына кірісеміз.
қойылды. Және де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздерінің пікірлеріне сай кері байланыс берулеріңді сұраймын. Бәріңе түсінікті және де қызықты болды деген ойдамын. Өйткені кері байланыс берулеріне байланысты сендердің жауаптарыңа рахмет. Енді үйге берілетін тапсырма келесі тақырып бізде қайнатпалы қамыр. Қайнатпалы қамырдың сызбасын сызып келуіміз керек. Үй тапсырма түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз тәмам. Осымен аяқталды. Сау болыңдар.